Сәлеметсіңдер ме ізденімпаз балапандар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 84-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыптар графиктер. Графиктің не екенін білеміз. Бірінші есепке кірісеміз. Есепті шығар. Биылғы жылғы картоптың түсімділігі 200 центнер гектарға, ал былтыр 150 центнер гектарға болған. Егер картоп отырғызуға бөлінген жердің ауданы 10 гектарға дейін өзгермеген болса, шаруа қожалығында биылғы жылы қанша картоп артық жиналды? Бізде түсімділіктің бірінші және екіншісі белгілі, сол үшін М1-тен 200, М2-тен 150 деп аламыз. Аудан белгілі, бізге түсімділіктің жалпы массасын табу керек. Шешімі бірінші, алдыңғы жылғы массалық үлесті табу үшін бірінші түсімділік пен ауданды көбейтеміз, яғни 200 көбейтілген 10, 2000 центнер шығады жалпы. Екіншісін табу үшін жалпы ауданға екінші түсімділікті көбейтеміз, 150 көбейтілген 10, 1500 центнер болады. Енді үлкен М-ді табу үшін М1-ден М2-ні алып тастаймыз. Яғни 2000-нан 1000-ды алып тастағанда 500 цент. Сонда биылғы жылы 500 цент артық, яғни картоп жиналған екен. Келесі есеп. Бір фермерде картоптың түсімділігі 160 центнер гектарға, ал екіншісінде 80 центнер гектарға болды. Егер олар картопты бірдей мөлшерде 320 тоннадан алған болса, онда фермерлердің әрқайсысы қандай ауданға картоп еккен дейді. Бізде массалық, яғни түсімділік белгілі, бір мен екіншісі, үлкен масса белгілі, массалық үлес бізге бірінші фермердің және де екінші фермердің ауданын табу керек. S1 мен S2-ні табу керек. S1-ді табу үшін біз жалпы массалық үлесті түсімділікке бөлеміз. 3200-ді бөлеміз 160-ға, сонда 20 гектар жер, бірінші фермерде. Екінші ауданда табу үшін жалпы массалық үлеске түсімділікті бөлеміз. Екінші фермердің 3200-ді 80-ге бөлеміз, сонда 40 гектар жерге еккен екен. Үшінші А есепте фермер өзінің егістігін велосипедпен аралады дейді. Графиктегі көлденең ос, яғни сәуле бойынша қозғалыс уақыты, ал тік ось бойынша жүріп өткен жолы, яғни ара қашықтығы көрсетілген дейді. 1 сағат ішінде жүрген жолы нүктемен белгіленген, 2, 3, 4 сағатта жүрген жолы нүктемен белгілеп, алынған барлық нүктелерді бір-біріне қос дейді. Шыққан сәуле қозғалыс графигі болады дейді. Графикте мен қозғалыс барысын көрсеткенмін, бізде яғни көлденең ұзын сызық график шықты. Яғни тік оспен, яғни көлденең жатқан осьті бір нүктеге біріктіргенде бізде қиғашынан, яғни ұзыннан қозғалыс графигі шығады. Осыны осылай көшіріп сызып алыңдар. Үшінші А есеп. Графикке қара. Фермер таңғы сағат 8:00-ден 10:30-ға дейін нысандарды аралады деп тұр. Енді графикке қарай отырып, жанындағы картоп егілген жер, базар, яғни соларды қарай отырып, біз осы графикте мынандай ақпарат ала аламыз. Фермер сағат 8:00-ден 8:30-ға дейін 30 км жол жүрді. Фермадан бидай егістігіне барды. Бидай егістігінде 10 минут болды. Сағат 8:40-дан 9:10-ға дейін 30 км жол жүрді. Бидай егістігінен базарға барды. Базарда 10 минут болды. 9:10-нан 10:20-ға дейін 40 км жол жүрді. Базардан картоп егілген жерге барып 10 минуттай болды. Үшінші Б есебі. Кестені 3А тапсырмадағы сурет бойынша дәптеріңе толтыр дейді. Бірінші уақыт берілген. Уақыттарын жазып шығамыз. Жаңағы 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30. Енді осы уақыттардағы ара қашықтықты жазып шығамыз. Кестеге қарасақ 8:30-да 30 км, 9-ға дейін 50 км, 9:30-ға дейін 65 км, 10-ға дейін 85 км, 10:30-ға дейін 100 км. Жалпы 100 км жол жүрген екен. Келесі 4-ші есеп. Есепті шығар. Фермер жинаған өнімін өткізіп, келесі жылы егетін егін үшін барлық қажетті заттарды сатып алды. Қалған ақшаға киім сатып алмақшы болды. Маусымдық жеңілдіктер кезінде барлық тауарлар өзінің бастапқы бағасының 3-тен 1 бөлігіне тең бағаға арзандайды. Тауарлардың жаңа бағасын анықта дейді. Енді бізде тауардың атаулары берілген, бастапқы бағалары берілген, бізге жаңа бағасын табу керек. Жаңа бағасын кестеде көрсетіп өттім. Қазір осылар, яғни егер фермер киімге 50 мың теңге қалдырған болса, осы ақшаға қандай киімдер сатып алуына болады дейді. Қазір есептің шығару жолын бірге шығаратын боламыз. Яғни бізде етікті, яғни өзін бағасынан бірінші 3-ке бөліп аламыз. Сол шыққан мәнді, яғни негізгі бағадан алып тастағанда 15888, күртенің 3-тен 1 бөлігін алып тастағанда 22464, костюмдікі 9296, кроссовканыкі 8540,
және жалпы 47.648 теңгеге сауда жасаған екен. Фермер 50 мың теңгеге етік, күрте, костюм сатып алуға болады дейді. Келесі 5-ші есеп. Есепте фигураның боялған бөлігін ауданын тап, оның әртүрлі тәсілдермен орындауға болады дейді. Фигураға мән береміз. Біріншісінде бізде А1 берілген, яғни 6 метр, Б1 берілген, яғни ені 4 метр, және де А2 Б2 берілген 1 метр мен 4 метр. Шешімі болады жалпы ауданын, яғни табу үшін А мен Б-ны көбейтеміз, я. Сонда бізде S1 мен S2-ні табу үшін А1 мен Б1-ді, яғни бірінші ен мен ұзындығын 6-ны 4-ке көбейтеміз, сонда 24 метр квадрат шығады. Ал екінші ауданы, яғни кішкентай бұрышында тұрған 2 метр мен 1 метрді бір-біріне көбейткенде 2 метр квадрат шығады. Жалпы ауданын табу үшін S1-ден S2-ні алып тастаймыз, сонда бізде 24 алынған 2, 22 метр квадратқа тең болады екен. Ал әртүрлі тәсілдермен орындау үшін біз мәндерін өзгертіп шығамыз. Бірінші А1-ді 6 метр деп алайық, Б1-ді 2 метр деп алайық. Ал А2-ні 5 метр, Б2-ні 2 метр деп аламыз. Бұл да жалпы ауданын табу үшін бірінші А мен Б-ні, яғни үлкен ені мен ұзындығын көбейтіп аламыз. Онда 12 метр квадрат шығады. Ал екіншісінде 10 метр квадрат шығады. 12 метрден 10 метр квадратты бір-біріне қоса отырып, бізде мәні 22 метр квадратқа тең болады. Яғни жаңағы жерде бізде суретте алынып тұрған болса, бұл жерде қосылып тұр, я? Соны байқаймыз, керісінше болып тұр. Келесі есеп бізде есептерін шешуін өрнек түрінде жаз дейді. Бала бақша үшін килограммы 230 теңге тұратын 50 килограмм қант және килограммы 1800 теңге тұратын бірнеше килограмм сары май сатып алынды. Барлық сатып алынған затқа 33.900 теңге төленді. Неше килограмм сары май сатып алынды дейді. Ал екіншісі қоймаға 650 килограмм сәбіз әкелінді. Осы сәбіздің бір бөлігі әрқайсысы 7 килограммнан 21 торқалтаға, яғни енді бір бөлігі әрқайсысы 8 килограммнан 16 торқалтаға салынды дейді. Неше килограмм сәбіз торқалтаға салынбай қалды дейді. Бізде қант 30 килограмм, бағасы 230-дан сары май килограммы белгісіз, бағасы 1800-ден болып тұр. Барлық баға 33.900. Бұны өрнектеу үшін бірінші 230-ды 30-ға көбейтеміз. Сонда бізде 6.900 теңге қанттың бағасы шығып тұр. 33.900-ден алып тастаймыз қанттың бағасын, сонда бізде сары майдың бағасы шығады. Ал 27.800-ге бөлген жағдайда бізде сары майдың килограммын табуға болады. Ал екіншісінде сәбіз 650 килограмм, бір бөлігі, яғни 7 килограммнан 21 торқалтаға бөлінген, екінші бөлігі 8 килограммнан 16 торқалтаға бөлінген. Торқалтаға салынбай қалған сәбіздің килограммын анықтауымыз керек. Ол үшін, яғни 7 килограммнан 21 торқалтаға неше килограмм кеткен, және де 8 килограммнан 16 торқалтаға неше килограмм кеткенін көбейтіп бір-біріне қосамыз, яғни 147-ні 128-ге қосамыз. Сонда жалпы 275 килограмм торқалтаға салынған екен. Ал бізде жалпы сәбіздің килограмм 650 килограмм болды. Ал 650 килограммнан осы торқалталарға салынған 275 килограмм сәбізді алып тастаған жағдайда бізде 375 килограмм, яғни торқалтаға салынбаған екен. Келесі есеп, егер Әлия өрнектегі амалдардың орындалу реті бойынша жазған болса, онда оның қандай өрнекті есептегенін тап дейді. Ал енді мен мәнін жазғанмын, яғни бірінші көбейту амалын, екінші бөлу амалын орындаған екен, я? Ал жалпы үшіншісінде 251 мыңнан 0,75 теңгеден 7.707-ні азайтқан екен. Бірінші және де екінші қатардағы есептің мәндері осы сандарға сәйкес келеді, яғни Әлия орындаған өрнектің шешімі осылай болады. Екіншісі де дәл солай. Ал екіншісінде сәл басқаша, бұл жерде біз белгісіз 138.856-ны, яғни есепті өрнектеу барысында табамыз. 8-ші есеп, жер учаскесіне бір бөлігі құмнан, екінші бөлігі шымнан, төртінші бөлігі қара шіріктен тұратын топырақ қоспасы әкелінді. Осындай 7 тонна топырақ қоспасының құрамында неше килограмм қара шірік бар дейді. Жалпы бөліктерді бір-біріне қосып шыққанда бізде 7 бөлік бар екен. Яғни 7 тонна болса, жалпы 7 бөлікке бөлгенде бізде әрқайсысы 1 тоннадан екен. 1 тонна бізде 1000 килограммға тең, білесіңдер. Сондықтан әрбір бөлікті 1000 килограммға көбейтіп шыққанда бізде, яғни 1 тонна құм, 2 тонна шым, 4 тонна қара шірік бар екен.
9-шы есепті шығар. Бір жер учаскесінде сәбіздің түсімділігі 28 тонна гектарына, ал екіншісінде де 35 тонна гектарына. Егер әрбір жер учаскесінде сәбіз 15 гектар жерге егілген болса, онда әрбір жер учаскесінен қанша түсім жасалған дейді. Бізде бірінші және де екінші түсімділік белгілі. Бізге жалпы массалық үлесін табу керек және де аудан берілген. Бұларды табу үшін біз N1 мен M2-ні қолдана отырып, үлкен N1 мен M2-ні табамыз. Яғни үлкен N1-ді табу үшін массалық үлесін бірінші түсімділікті ауданға көбейтеміз. Сонда 420 тонна алынған екен, ал екінші жалпы массалық үлесі екінші M2-ні, яғни екінші түсімділікті жалпы ауданға көбейткенде 35 көбейтілген 15, 525 тоннаға тең болады екен. Яғни бірінші жер учаскесі 420 тонна түсім жинаса, екіншісі 525 тонна түсім жинаған екен. Осымен бүгінгі сабақ бітті. Сау болыңдар балалар. Сабақта озат 5 алуларыңа тілектеспін.